Армысыздар. Бүгін еліміздің тәуелсіз тарихындағы ең маңызды күндердің бірі. Өйткені дәл осы сәтте миллиондаған қазақстандық елдің ертеңін айқындайтын ықпалды парламентті жасақтауға атсалысып, бір палаталы құрылтай сайлауында өз таңдауын жасап жатыр. Ал орталық сайлау комиссиясының сағат 12:00-дегі дерегі бойынша сайлаушылардың 37,5% дауыс беріп үлгерген. Яғни 4,670,816 адам конституциялық құқын пайдаланған. Орталық сайлау комиссиясы ұсынған соңғы деректерге қарасақ, қазірге дейін 4,670,000 тұрғын дауыс беріп үлгерген. Бұл жалпы сайлаушылардың 37%. Демек, қазақстандықтар бұл саяси науқан ауқымды өзгерістерге бастайтынын анық түсініп отыр. Әсіресе Қызылорда өңірінің сайлаушылары белсенді. Бұл қатарда Жетісу және Түркістан облыстарда бар. Ал алматылықтар әзірге таңдау жасауға асықпайтын секілді. Себебі электораттың тек 17% ғана құрылтай сайлауында дауыс берген. Айта кетейік, құрылтайдың құрамында 145 депутат болады, ал мандатқа 7 партиядан 545 кандидат таласады. Комиссия өкілдерінің айтуынша Әділет партиясынан 186, жалпы ұлттық социал-демократтардан 33, Байтақтан 47, Қазақстан халық партиясынан 72, Ауылдан 69, Ақжолдан 63, Республика партиясынан 76 үміткер тіркелген. Кандидаттардың 172-сі әйел, 373-і ер адам. Үміткерлер арасында жастарда жетерлік. Мәселен, 74 кандидаттың жасы 35-тен аспайды. Құрылтай депутаттарының өкілеттік мерзімі 5 жыл деп белгіленіп отыр. Бүгінгі сайлауда 12,561,644 отандасымыз таңдау жасауға құқылы. Саяси науқан аясында 10,427 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Соның 79-ы шет мемлекеттерде ашылған. Сондай-ақ сайлаудың әділ өтуін 42 мемлекет, 13 халықаралық ұйымнан келген 777 байқаушы бақылайтынын айта кеткеніміз жөн. Сағат 7:00-де басталған дауыс беру процесі 20:00-де аяқталады. Кейбір учаскелерде аумақтық комиссияның шешімімен уақыт өзгеруі мүмкін. Бір ескеретіні, таңдау жасау кезінде толтырылған бюллетенді фотоға немесе видеоға түсіруге және оны таратуға тыйым салынады. Вице-президент халыққа белгілі, ел жақсы танитын адам болады деп ойлаймын. Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қоғам ішінде кең талқыланған, көпшілікті толғандырған вице-президент кім болады деген сауалға осылай деп жауап берді. Президент пайымынша, жоғары лауазымның кімге бұйырары алдағы 10 күнде шешілуі тиіс. Әрі мемлекет басшысы бұлыңғыр заманда бұл лауазым алдымен ел үшін керек екенін баса айтты. Оның пайымынша саяси, әлеуметтік реформаларды жалғастырған жөн. Сондай-ақ мемлекет басшысы болашақ құрылтай депутаттары заңның сапалы болуына жауапты деген пікірде. Олар заңды қабылдап қана қоймай, оның орындалуын, ұсынған бағдарламаларының іске асырылуын қадағалауы шарт. Бастысы, әр заң елдің дамуына бағытталуы керек. Тағы басқа реформалар жасау керек. Мысалы, қауіпсіздік кеңесінің аппаратын өзгерту керек, күшейту керек. Я болмаса халық кеңестің жұмысын арттыру керек, жетілдіру керек. Халық кеңес деген бұл жаңа мекеме, жаңа орган. Кейбір адам сұрайды екен, ассамблея жұмысын не болады деп келешекте деп сұрайды екен. Халық кеңесі ассамблеяның жұмысын күшейтеді деп, арттырады деп мен ойлаймын. Сондай-ақ енді тарихқа айналған қос палаталы парламенттің экс-спикерлері Мәулен Әшімбаев пен Ерлан Қошанов та құрылтай сайлауында дауыс берді. Сенаттың соңғы төрағасы ұлттық академиялық кітапханада орналасқан нөмір 129 сайлау учаскесіне келіп өз таңдауын жасаған. Ал мәжілістің экс-басшысы Қазақстан темір жолы ғимаратында орналасқан нөмір 128 учаскеге тіркеліп, конституциялық құқын пайдаланып отыр.
Саясаткерлер бүгінгі күннің ел өміріндегі маңызына тоқталып, бұл сайлау президенттің кешенді реформаларының жалғасы екенін айтты. Яғни қазір елімізде ауқымды өзгерістер іске асырылып жатыр. Бұл үдерісте азаматтардың белсенділігі маңызды, деді Мәулен Әшімбаев. Ал Ерлан Қошанов науқан елдің қолдауына ие болған жаңа конституцияны жүзеге асыруға бағытталған жеткізді. Әрі сайлаушылардың белсенділігі жоғары боларына сенім білдіріп отыр. Үкімет басшысы Олжас Бектенов те құрылтай депутаттарының сайлауында таңдауын жасап үлгерген. Саяси науқанға кей отандастарымыз ерекше образбен келіп, көпшіліктің назарын аударды. Олардың бірі мультфильмнің кейіпкеріне енсе, енді бірі жан-жануар болып киініп келген. Ал үй халатымен дауыс берген келіншектің әрекеті желіде қызу талқыға түсті. Таңертең өз таңдауын жасауға асыққан әйел роботты жетектеп сайлау учаскесіндегілерді таң қалдырды. Басына орамал тағып, үстіне халат кие салған келіншек ояна сала осында жеткен секілді. Аю тұран жолбарысы киімін киіп келгендердің көрінісі де көпшілікті тәнті етті. Ал алматылық тұрғын әйгілі америкалық әнші Кенни Уэсттің образын таңдап, азаматтық парызын орындаса, футболдың жарық жұлдыздары Месси мен Роналду болып киініп келгендер де айналасындағылардың көңілін көтерді. Кофе мен бауырсақ кейпіндегі тұрғындар сайлаушыларды дауыс беруге шақырды. Біз бүгін осы Қуыршақ театрынан келген соң, өзіміздің бауырсағымыз, қуыршағымызбен келіп тұрмыз. Ішке кіріп дауыс бердік. Шетелде жүрген отандастарымыз да саяси науқаннан қалыс қалмады. Бүгін 61 мемлекетте 79 сайлау учаскесі жұмыс істейтін болады. Алғашқылардың бірі болып Жапония еліндегі қазақстандық студент Әлішер Әзімбаев өз таңдауын жасады. Менің мамандығым мемлекеттік басқару мамандығында оқып, қазір Кореяның және Жапонияның тәжірибесін Қазақстанда пайдаланғым келеді. Бос уақытымда мен жапон тілін оқып, спортпен айналысамын. Қазіргі таңда менің жоспарым бұл Қазақстанға оралып, дипломатия саласында жұмыс жасау. Ол Токиодағы сайлау учаскесіне келіп, қазақ тарихындағы сөзінің салмағы бар, заңдылық пен әділетті ту өткен би образында келіп жұртты тәнті етті. Қазіргі уақытта әлемнің 40-тан астам елінде сайлау учаскелері жұмыс істеп жатыр. Жапония мен Оңтүстік Кореядан кейін Қытай, Сингапур, Монголия, Малайзия, Таиланд, Вьетнам және Индонезиядағы дауыс беру орындары өз жұмысын бастады. Көп замай Еуропа елдерінде де құрылтай депутаттарын сайлау қыза түспек. Бүгін өзге елде жүрген бас аяғы 11 мыңнан астам отандасымыз өз таңдауын жасамақ. Мен үшін бұл өте маңызды іс-шара деп білем, азаматтық борышым деп білем. Қазір шетелде жүрміз. Шетелде бірінші рет дауыс беріп жатыр біздің Қазақстан елшілігіне келіп. Сондықтан бізге бір жағынан енді қобал жүріп тұрмыз. Елден тыс жерде, екіншіден осы құрылтай болып жатқаннан кейін еліміздің аса маңызды бір кезеңі деп ойлаймын. Сол шешіліп жатыр. Құрылтайдың алғашқы депутаттарын сайлау науқаны Алматы облысында да қызу жүріп жатыр. Өңірде 683 дауыс беру учаскесі ашылды. Жалпы облыс бойынша 1 миллионнан астам азамат таңдау жасауға құқылы. Дәл қазір облыс орталығы Қонаев қаласынан әріптесім Оразай Нұртайұлы тікелей эфирге қосылуға дайын. Қайырлы күн, Оразай. Алматы облысындағы саяси науқан қалай өтіп жатыр? Қайырлы күн, Нұртілеу. Дәл қазір Қонаев қаласындағы мәдениет үйінде құрылған сайлау учаскесіндемін. Дауыс беру орны таңғы сағат 6-да жұмысын бастап, сағат 7-де сайлаушылар үшін есігін ашты. Содан бері ел болашағы үшін маңызды сәтте шет қалмай, өз таңдауын жасауға жергілікті тұрғындар үздіксіз келіп жатыр. Облыс әкімі Марат Сұлтанғазиев те алғашқылардың бірі болып дауыс берді. Бүгін осы еліміз үшін маңызды саяси күн. Мен де өзім осы Қазақстан Республикасының азаматы ретінде, осы Алматы облысының тұрғыны ретінде бекітілген учаскеге даусымды беріп,
өз таңдауымды жасадым. Құрылтайда халықтың мұң-мұқтажын түсінетін, білетін, біздің осы алдымызда тұрған үлкен міндеттерге сай сұрақтарды көтеретін, заңдарды жасайтын азаматтар болса деген үміттеміз. Қонаев қаласы тұрғындарының арасында алғаш рет дауыс беріп жатқандар да, бұған дейінгі бірнеше сайлауға қатысқан азаматтар да бар. Олардың әрқайсысы бүгінгі таңдауды маңызды деп санайды. Айта кетейік, құрылтай сайлауында өңірдегі 1.042.000-нан астам тұрғынның дауыс беруге құқығы бар. Оның ішінде 14 мыңнан астам жас бірінші рет дауыс беретіндер тізімінде. Көптеген насихаттар болды, көптеген осы партияның Қазақстанның болашағы туралы көп айтылды. Енді әр адам өз таңдауын жасау керек деп ойлаймын. Сайлау учаскесінде дауыс беру тәртібі сақталған аумақтық комиссия өкілдерінің мәлімдеуінше заң бұзушылықтар тіркелген жоқ. Сайлаушылар қазір келу қарқыны жақсы. Осы сайлау процесін бақылауға біздің саяси партиялардың байқаушылары, сенім білдірген өкілдері, әкімдердің қоғамдық ұйымдардың байқаушылары мен бақ өкілдері де келіп тіркеліп жатыр. Осы сәтке 1000-нан астам байқаушы мен бақ өкілдері сайлау учаскелерінде тіркелген. Сайлау учаскесінің есігі кешкі сағат 8-ге дейін ашық. Қазір мұнда көпшілікке түрлі концерттік бағдарламалар мен шоулар, жәрмеңкелер ұйымдастырылып жатыр. Ал дауыс берушілер қатары үзілмей бірінен соң бірі келіп, өз таңдауын жасауда. Нұртілеу, сөз өзіңде. Рахмет, Оразай. Сондай-ақ құрылтайдан үмітті 7 партияның төрағалары да түске дейін дауыс беріп үлгерді. Алғашқылардың бірі болып Әділет партиясының төрағасы Айбек Дәдебай өз таңдауын жасады. Одан кейін сайлау учаскелеріне Ауыл партиясының төрағасы Қайрат Айтуғанов, Ақжолдың жетекшісі Дания Еспаева, ЖСДП төрағасы Асқат Рахымжанов және Байтақ партиясының лидері Азаматхан Әміртаев келді. Ал сайлау учаскесіне ұлттық нақыштағы шапан киіп келген Республика партиясының төрағасы Айдарбек Қожаназаров партияластарының ортасынан табылды. Қазақстан халық партиясының төрағасы Нұрсұлтан Шоқанов та таңдауын жасап, бүгінгі күнді ел тарихындағы маңызды саяси кезең ретінде бағалады. Осылайша 7 партияның жетекшісі де дауыс беріп үлгерді. Құрылтай сайлауына аймақтағы тұрғындар да белсене қатысып жатыр. Еліміздің түкпір-түкпірінде көпшіліктің көңілін көтеріп, мерекелік атмосфера сыйлау бағытында түрлі шаралар ұйымдастырылуда. Басты мақсат саяси науқанға халықтың қызығушылығын арттырып, дауыс беруге шақыру. Өңірдегі сайлау барысын әріптестеріміз айтып берсін. Жамбыл жұртшылығының саяси науқанға ерекше дайындалғанын аңғару қиын емес. Әсіресе кимешек киген әжелер әп-сәтте сайлау учаскесінің алдын концертке айналдырды. Шашуын шашып, дауыс берушілерге бауырсақ ұсынды. Ауылдың 6 ауызын шырқады. Ал Шымкентте ертегінің ертөстігі нөкерлері мен құрылтайға қатысты. Шоқпар, сауыт, қайқы қылыш асынып келгендер қазақ драма театрының актерлары. Өз мамандығымыздың, өз қызметіміздің бір ерекшелігін көрсеткіміз келіп, арнайы осы батыр болып киініп келуді театрымыздың орталығының жігіттері ақылдасып өзіміз шешіп осылай киініп келдік. Оңтүстік өңірде сайлау учаскелерінің көбінде ән шырқалып тұрды. Өнерпаздар келушілердің көңілін аулауға бар күш-жігерін салуда. Махаббат, Маңғыстаудағы ахуал қалай? Батыста да сайлау учаскелерінің алдында түрлі шаралар ұйымдастырылып жатыр. Мәселен, Ақтауда үрмелі аспаптар оркестрі дауыс берушілерге патриоттық әндер орындап ерекше көңіл күй сыйлауда. Ал Атырауда саяси науқан күні 90-шы жылдар стиліндегі ерекше фотозона ұйымдастырылды. Сайлаушылар арнайы безендірілген кеңістікте естелік суретке түсіп, сол кезеңнің атмосферасын сезіне алды. Бүгін мемлекетіміздің саяси жүйесінде алғаш рет өткізіліп жатқан құрылтай сайлауында тұңғыш рет даусымды беріп жатырмын. Осы 8-ші учаскеде керемет ұйымдастырылған фотозона. Бұл фотозонаға қарап, бұрынғы 90-шы жылдарға қарай бір естеліктер тастаймыз. Барлық осы учаске
жетекшілеріне өз алғысымды білдіремін. Сондай-ақ еліміздің түкпір-түкпірінде түрлі жәрмеңкелері өткізіліп жатыр. Тұрғындар сайлау учаскесіне келіп, азық-түлік пен мектепке керек жабдықтарды арзан бағада сатып алу мүмкіндігіне ие болды. Ал Абай облысында құрылтай күні Құрылтай есімді азамат дауыс берді. 1958 жылы Қытайда дүниеге келген қарияның есімі сол кездегі Құрылтай жиналысына байланысты қойылған екен. 70-ке таяған ақсақал үшін бүгінгі күннің мәні ерекше. Абай, Қызылордада халықтың белсенділігі қандай? Махаббат, Қызылордада да дауыс берушілер өз таңдауларын жасап жатыр. Мысалы, мына мен тұрған нөмірі 3-ші IT мектепте 2 сайлау учаскесі жұмыс істеп тұр. Бір қызығы, мұнда тұрғындарға өз учаскелерінің ғимараттың қай бөлігінде екенін роботтар айтады. Яғни құлтөмірлер дауыс берушілерге қазақ тілінде жол көрсетіп, олардың уақыт жоғалтпауына көмектесіп жатыр. Қазір енді баяғыда емес, баяғыда жаңағы сайтқа кіріп, фамилияны теріп, үйінді теріп, тексерілетін, қазір барлығы ашық түрде келіп жатыр. Және мынау қазір жанымызда жүрген роботтардың өзі де халыққа көмегін тигізіп жатыр деп ойлаймын. Ал бұл таң атқаннан көшелерде желмен жарыса жүйткіген ақтөбелік велошабандоздар, талай додада жеңіс тұғырынан көрініп жүрген спортшылар бүгін әуелі спорт залға емес, сайлау учаскелеріне барды. Аймақтарда ұйымдастырылып жатқан мәдени танымдық, қызықты және шығармашылық шаралар тұрғындардың белсенділігі мен маңызды саяси науқанға деген қызығушылығын арттыруға бағытталған. Абай Нұржанұлы, Нұрадин Рахай, Махаббат Нұржанқызы, Информбюро. Сайлаудың әр сәті Информбюро назарында. Соңғы ақпаратты 16:30-да, ал қорытынды жаңалықтарды 20:00-де айтамыз.